Бүгін түскі асқа гречка мен кабачки қосылған котлет, гарнирға картошка. Кабачкиді үккіштен өткізіп аламыз. Мінекей дәл осылай. Сәбізді де үккіштен өткізіп аламыз. Осы массаға 2 бас сарымсақ қосамыз. Үстіне алдын ала дайын болған гречканы саламыз. 2 жұмыртқа қосылады. Енді қара бұрыш саламыз. Тұз. Кептірілген укроп. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Ең соңында 3 ас қасық ұн саламыз. Котлеттің формасын жасап, ұнға малып, қысып тұрған майға 2 жағын аударып отырып, қуырып аламыз.